Сәлеметсіздер ме? Психологиялық құзыреттілік пәні бойынша 3-ші дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы психологиялық құзыреттіліктің теориялық әдіснамалық негіздері. Және қарастыратын сұрақтар: бірінші, психологиялық құзыреттіліктің даму мәселелері; екінші, психологиялық құзыреттіліктің әдіснамалық тұғырлары. Жалпы психологиялық құзыреттіліктің концептуалды теориялық моделін құрастыруда бірнеше позициялар ескерілген. Бұл біріншісі акмеологиялық мінездеменің интегралды жүйесі. Екіншісі тұлғалық кәсіби әрекет, орта және тағы басқа жүйелерде өзіне деген ықпалдылықты сезінуге мүмкіндік беретін тұлғалық интегралды жүйе. Үшіншісі бұл субъективті позиция. Бұл субъективті позиция жалпы психологиялық құзыреттіліктің даму темпін, мазмұнын анықтайды. Бұл кезде біз тұлғаның өзін-өзі реттеу процесін жатқыза аламыз. Жалпы өзін-өзі реттеу бұл кәсіби маманның белгілі бір іс-әрекетті орындаудағы жоспарлы түрде жүзеге асыратын әрекет жиынтығы. Біз белгілі бір іс-әрекетті орындауда бізге қабілеттілік, икемділік, бейімділік, сол іс-әрекетті орындауға деген ең бірінші қызығушылықты жатқызамыз. Сонда осы үшінші өзін-өзі реттеу жетістігіне енетін субъективті позициясына осы жағдайлар кіреді. Жалпы Колебина білім, оқу және өзін-өзі жетілдіру үрдісіндегі болашақ маман ішкі сенім мен эмоционалды тұрақтылығының көрінісі деп тұжырымдайды. Осыған байланысты тұлғаның психологиялық құзыреттілігі өзін-өзі реттеу, таным, жеке даму процестерін зерттеу тұрғысынан және осы үрдістердің іске асырудың психологиялық механизмдерін талдау ретінде бірнеше ғалымдардың еңбектерінде зерттелген. Аталған еңбектерден психологиялық құзыреттілікті зерттеу бұл кәсіби құзыреттілікті және адамның жеке кәсіби жетілуін арттыру мәселесі саласындағы дамуымен байланысты екендігін аңғаруға болады. Психологиялық құзыреттілікті және оның түрлерін зерттеу қандай біз үшін ерекше қызығушылық тудырды? Бұл жағдай немен байланысты? Ол біріншісі әлеуметтік психологиялық, екіншісі әлеуметтік перцептивті, психологиялық педагогикалық, рефлексивті және тағысын басқа. Тағы да бірнеше, мысалы, Петровская, Михайлов, Климов, Иванова, Байметов сияқты ғалымдардың осы құзыреттілік мәселеге қатысты тұжырымдамалардың мазмұны неге байланысты деп көретін болсақ, ол мәдени, әлеуметтік, өмірбаяндық және басқа да сипаттамаларда қарастырылады. Жалпы ғылымда тұғыр ол құбылысты оқиғаны, объектіні қабылдаудың, түсінудің негізгі бағыттарын қалыптастыратын және түсіну, жіктеу, бағалау, таным әдістерін таңдауды айқындайтын іргелі тірек көзқарас жүйесі. Тұғыр ұғымын жан-жақты қарастыруға болады. Ал жалпы педагогикалық тұрғыдан алып қараған кезде тұғыр бұл қандай да бір педагогикалық мәселені зерттеудегі әдіс тәсілдердің жиынтығы. Біз осы психологиялық құзыреттіліктің мәнін, мазмұнын түсінуде қандай тұғырларды негізге алдық? Ол тұғыр не үшін қажет деген сұраққа, мысалы, Селевконың бойынша тұғыр бұл мұғалімнің немесе басшының педагогикалық іс-әрекетте өзара байланысты идеялар, ұғымдар, жеке тәсілдердің белгілі сипаттағы жиынтығын қолдануға болатын әдіснамалық бағдарлау деп түсіндіреді. Ал заманауи психологиялық педагогикалық ғылымында осы құзыреттіліктің мазмұнын, оның негізгі құрылымды элементтерін көрсете отырып, айқындауда бірнеше тұғырларды біз негізге аламыз. Бірінші жалпы біз субъективтілік, синергетикалық, аксиологиялық, акмеологиялық құзыреттілік тұғырлар. Осының ішінде біз субъективтілік тұғырға тоқталатын болсақ, бұл тұғыр мазмұнында басты назар неге аударылады? Яғни бұнда тұлғаның өзін-өзі және әлемді тануы, өзінің айқындауындағы бастысы не? Ол өзін-өзі жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға деген қабілеттілігі. Жалпы кәсіби маманның өзін-өзі жетілдіруі, өзін-өзі дамытуы бұл сол мамандықты жеке нақты толыққанды игере алуы, міне соған байланысты өз білімін үнемі жетілдіріп отыруы. Субъект ол өз әрекетінде өзінің шығармашылығын өзін-өзі жетілдіруде көп байқала бермейді, бірақ әрекетті жүзеге асыруда әрекетте ол
айқын көрініс береді. Сондықтан да субъект не істесе де ол соны анықтауға болатындығын түсіндіреді және оның әрекет жасауға бағыттылығы тұлғалық қалыптасуына себеп болады. Аксиологиялық тұғыр гуманистік педагогика мен психология контекстіндегі жетекші тұғырлардың бірі, яғни білім беру үрдісіндегі әрбір қатысушыны әрекеттің белсенді құндылық мотивтенген субъект ретінде қарастырады. Субъект қатынасын орнатуға және жағымды психологиялық ахуал тудырады. Сонымен қатар кәсіби білім берудегі аксиологиялық тұғырдың басымдылығы бұл тұлғаның құндылықтарды ашу ретіндегі оның интеллектуалды шығармашылық потенциалының жетілуі және инновациялық үрдістерді жүзеге асыру мен кәсіби әлеуметтік қиын жағдайларға бағыттала алуы. Яғни бұл аксиологиялық тұғырдың негізгі мәні әрбір жағдайға адекватты түрде қарай алуы, кез келген жағдайды болжап, оны пайымдай білуі және соған байланысты іс-әрекет жасауы. Енді аксиологиялық тұғырдың өзі гуманистік педагогика және психология контекстіне дамығаннан кейін, жалпы ол әрбір іс-әрекеттегі орындаудың өзі сол іс-әрекетті нақты қабылдай алуынан көрініс береді. Синергетика тұғыры бойынша жалпы оны пән ретінде қарастыра отырып, өзін-өзі ұйымдастыру механизмі деп атаймыз. Сондықтан да өзін-өзі ұйымдастыру теориясының өзі синергетика деп аталуы сондықтан. Ал енді синергетикадағы өзін-өзі ұйымдастыру дегеніміз не? Бұл белгілі бір сыни жағдайлардағы мәселені дұрыс болжап, жоспарлай алуы. Яғни бұл өзін-өзі ұйымдастыру, бұл әрбір тұлғаның ішкі себептерге байланысты кез келген элементтерді қабылдай алуы. Бұны біз қалай түсінеміз? Жалпы ішкі себептер деп отырғанымыз әрбір адамның бұл эмоциялық күйі, адамның мінез құлқын басқара алуы, кез келген жағдайда сол жағдайдың туындауы, немесе білмеген жағдайда да өзін-өзі ұстай алуы, яғни бұл өзін-өзі реттеуі, өзін-өзін ұйымдастыруды көрсетеді. Біз кез келген әрекетті, кез келген жағдайларды ұйымдастырамыз. Ал тұлғаның өзін-өзі ұйымдастыру неден басталады? Яғни біз мақсатымыз айқын, нақты, бағытты болуы, яғни тұлғаның бағыттылығын көрсететін көрсеткіштермен, сол іс-әрекетті жүзеге асырудағы өзінің тұлғалық ерекшеліктері, яғни әрбір тұлға өзінің бойындағы қабілетін, өзінің бойындағы белгілі бір ерекшеліктерін сезіне алуы және соны кәсіби іс-әрекетте жүзеге тиімді асыра алуы. Ол жағдайлардың барлығы белгілі бір жоспарлы түрде жүзеге асады. Осы өзін-өзі ұйымдастыруға байланысты тағы да айта кететін жағдай, әрбір тұлға өзінің белгілі бір іс-әрекетті орындаудағы жоспарының бағыттылығы ол сол арманға, сол ойындағы белгілі бір жағдайды іске асырумен көрініс береді. Кез келген нәрсе жай пайда болмайды ғой, оған себеп, яғни түрткі, мотив. Онан кейін мотивациялық аймақ дейміз. Міне соған байланысты, ал мотивациялық аймаққа әрбір тұлғаның өзіне деген өзінің арманы, мұраты, дүниетанымы, көзқарасы, ішкі қажеттілігі, оны қанағаттандыруы, қызығушылығы әрі қарай кете береді. Сонда адамның әрбір жағдайды өзін-өзі ұйымдастыруы ол тікелей белгілі бір мақсатты, сол мақсаттың белгілі бір бағыттылығына тікелей қатысты болуын біз көрсете аламыз. Акмеология бұл адамның шығармашылық ғұмырына, кәсіптілік шыңына жетуіне ықпал ететін факторлар мен заңдылықтарды зерттейтін ғылым. Біз акме дегенде біз айтамыз грек тілінен термині қазақша биік шың. Яғни сол өзінің кәсіби саласындағы белгілі бір биікке, белгілі бір кәсіби жетістікке жету. Яғни бұл акмеологиялық тұғырдың зерттеу пәні болып табылады. Ал мен сол кәсіби жаңағы акмеге жету үшін мен не істеуім қажеттілігі туындайды? Бұл біріншіден тұлғаның өзігінен білім алуы, өзін-өзі басқара алуы, жаңағы өзін жетілуге деген қабілетін нақты біліп, соған байланысты әрекет жасай алуы.
яғни акмеология бұнда тек қана педагогика, психология емес, яғни басқа да ғылымдармен тығыз байланыстылығы. Яғни адамның ол кемелденуі, белгілі бір жетістікке жетуі, және жетістікке жеткеннен кейін соны әрі қарай өзінің білімін толықтыруы, яғни жетіліп дамуы осы акмеологияны білдіреді. Себебі кез келген адам белгілі бір жерде сол шыңға жеттім, болдым демейміз ғой. Біз әрі қарай да соны жетілдіреміз, оны дамытуда, сол нәрседе тұрып қалып, сол нәрседе, сол жағдайды іске жүзеге асыра білуіміз. Яғни біздің үнемі талпыныстағы, үнемі өз-өзімізді жетілдіруімізді, үнемі біліктілігімізді арттыруды қажет етеді деп айтсақ болады. Келесі құзыреттілік тұғыр. Бұл білім беру мақсаттарын анықтаудың, білім беру мазмұнын іріктеудің, білім беру процесін ұйымдастырудың және білім беру нәтижелерін бағалаудың жалпы қағидаттарының жиынтығы болып табылады. Бұндай қағидаттардың қатарына мынандай ережелер жатады. Біріншісі, білім алушылардың өзіндік тәжірибесі. Екіншісі, бұл әлеуметтік тәжірибесі. Үшіншісі, белгілі бір тәжірибелерді қалыптастырудағы жағдай жасау болып табылса, төртіншісі бұл білім деңгейлерін талдауға негізделеді. Сонда біз кез келген тұғырдың өзі осы психологиялық құзыреттіліктің мәнін аша түседі. Осы құзыреттілік тұғырындағы ұғымдарды талдау бірнеше ғалымдардың еңбектерінде жете көрсетіледі. Ал Зейр осы құзыреттілік тәсілді жүзеге асырудағы орталық орын не екенін бірнеше жағдайлармен көрсетеді. Ол біріншісі даму технологиялары дейді. Оның ішінде атап айтқанда танымдық бағытталған, оның ішінде диалогтық оқыту әдістері, семинар пікірталастар, проблемалы оқыту, танымдық нұсқаулық, танымдық карталар, аспаптық, логикалық, рефлексиялық және тағы басқалар тренингтер жатады. Екіншісі іс әрекетке бағытталған. Бұнда әдістер көбінесе жобалар әдісі, имитациялық ойын, модельдеу, ұйымдастырушы әрекеттік оқытудың мәтіні, тұлғалық бағытталған дейміз. Оған да имитациялық интерактивті және даму тренингтері психодиагностиканы жатқызады. Яғни бұл тәсілді жүзеге асырудағы осы жағдайларды неге орталық деп көрсетеді? Себебі әрбір адамның өзіндік бойындағы қабілеттілігін көрсетуі, соны әрі қарай жетілдірудің өзі ол оқу немесе еңбек әрекетінде көрініс береді. Ол болашақ маман немесе педагог ретінде де ол көрініс беретіндігі сөзсіз. Сондықтан біз құзыреттіліктің, психологиялық құзыреттіліктің мәнін түсіндіруде міне осы жоғарыда аталған тұғырлардың мазмұнын негізге аламыз. Бұл дегеніміз психологиялық құзыреттіліктің мазмұнын жете түсінуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.